Анасының бөлмесіне асығыс кірген ұлы шешесінің төрде намаз оқып отырғанын көріп, амалсыздан босағадағы орындыққа отырып кетіп күтті. Намазы біраз созылған анасы дұғасын қайырып орнынан тұра бастағанда қабағын түйіп, осы 5 уақыт намаз деген не керек? Қашан көрсем күбірлеп дұға оқисыз да отырасыз сәлем бергеннен кейін. Сол дұғаларыңыздың қабыл болғанын айтыңызшы маған. Не қабыл болды? Не денсаулығыңыз жоқ, не ақшаңыз жоқ, не басқа мүліктеріңіз жоқ, байлықтарыңыз жоқ. Сонда қайда Алладан сұрап жатқан, қабыл болып жатқан дұғаларыңыз деп ренжіді. Мен міне намазда оқымаймын, дұғада оқымаймын, ақшам да бар, жұмысым да бар, денсаулығым да бар, менде бәрі бар деп шешесіне тура қарады. Шешесі төмен қарап тұрып, балам, мен өзім ешнәрсе сұрамаймын. Сұрасам мейірімді Алла береді. Маған байлықтың керегі жоқ деп күбірледі. Ұлы таң қалып, сонда немене сұрайсыз? Не 5 уақыт кешке дейін дұға оқып отырасыз ғой намаздан кейін деп таң қала қарады. Біраз үндемей тұрған анасы тағы да, балам, мен өзім ештеңе сұрамаймын. Мен балам, жалғыз мен саған сұраймын. Сенде бәрі жақсы болсыншы деп Алладан сұраймын. Ешкімге қалақа жаймасыншы. Өзіне жеткілікті байлығы болсыншы. Жұмысы болсыншы. Дүние мүлкі болсыншы деп сұраймын. Бәрі жақсы болсын деп сұраймын, қарағым. Күніне 5 уақыт сұраймын деп үндемей қалды. Осы жерде көкірек көз ашылып кеткен ұлы, анашым, кешір мен анашым. Мен ойладым, сізден өзіңе сұрап жүр екен деп. Қайдан білейін, таңертең кешке дейін мен тілеп дұғада болып жүргенді. Аллахым қабыл қылған екен ғой. Барлығына беріп жатқан анашым сіздің дұғаңыздың арқасы екен ғой. Кешірші мен анашым деп қолынан сүйіп, маңдайынан иіскеді шешесін құшақтап. Мәз болған шешесі, ой қарағым, мен анамын ғой, анамын. Қай ана баласынан жақсылық сұрамайды? Бәрін сұраймын, өлгенше сұраймын. Сен қарағым, бірақ өтінішім бар өзіңнен. Қандай деп қайтадан бетіне қарады анасына. Балам, мен бәрін сұрап жүрмін, Аллахым беріп жүр. Мен енді бүгін бе ертең бе қайтайын деп отырмын ғой. Осы Алланың беріп жатқан нығметтерін, ризықтарын көтере алмай, ертең тура жолдан тайып кетпеші. Менің жалғыз өтінішім сол, қарағым деп көзіне жас алды.